Сәлем достар, сендерге бүгінгі видеода қалай жазуларыңды өзгертуге болатыны жайлы айтатын боламын. Яғни жазуларды қалай дұрыстайсыңдар және де почерктеріңді қалай өте әдемі қылып өзгертулеріңе болатыны жайлы көптеген кеңестер айтатын боламын. Міне менің қазіргі таңда жазуым осындай. Егер осындай жазу қаласаңыздар, әрине ұнаса, өзгерткілеріңіз келсе, онда жайғасып отырыңыздар. Ең алдымен ең маңызды нәрсе ол өзіңе ыңғайлы ручка таңда. Яғни ручканың пішіні болуы мүмкін, ручканың түсі болуы мүмкін, ручканың қалыңдығына қарай қай ручкасың өте қатты ыңғайлы, соны таңда. Міндетті түрде ол ручка сенің жазуыңды бұзып жібермеу керек. Яғни қалыңдықтарына қарай ыңғайлы болу керек. Яғни сен жазғанда қиналып кетпеуің керек. Мысалы, менің мынау екі ручкамен өте қатты ұнатамын. Яғни мен слишком жұқа емес, слишком қалың да емес ручкаларды ұнатамын. Яғни 0,1. Және де енді екіншісі, қандай почеркті қалайсың анықтап ал. Мысалы, осындай түзу кітаптың почеркімен жазасың ба, әлде дәптерге арналған почеркпен жазасың ба, оны өзің анықтап алуың қажет. Яғни бүкіл дәптерге бір сөздерді әр түрлі әріппен емес, бірыңғай әріппен жазуың керек. Өзіңе ең сүйікті жазуың түрін таңдап ал. Енді достар, сенің неге почеркің өте әдемі емес, соның қателіктерін талдайтын боламыз. Міне қателіктер жайлы айтатын боламын. Бірінші қателік ол әртүрлі шрифтпен жазу. Мысалы, жаңағы айтып кеткенімдей, тек бірыңғай шрифтпен жазуың керексің. Мысалы, мама деген сөзді жаздым. Міне үшінші М деген әріпім, екінші М деген әріпім баспа әріп, яғни кітаптағы әріп бұл дұрыс емес. Екіншісі, ол Қазақстан деп жаздым, тоже бұл қыны, ортасындағы қыны, тоже мен баспа әріппен жаздым, бұл дұрыс емес. Яғни сендер бірыңғай жазбамен жазыңдар, немесе бірыңғай баспа әріпімен жазыңдар. Енді достар, екінші қателікке көшеміз. Екінші қателік ол әріптер бірікпей қалған. Яғни көбіміз жазған кезде, асығыс жазған кезде сөз арасындағы әріптер бір-бірімен бірікпей қалады. Мысалы, бұл секілді Алматы деген сөзді мен мұның арасын жалғамадым, бұл қате. Ал жалғасаңдар, бұл өте әдемі болады. Сондықтан да әрбір сөз жазған кезде жалғанғанын барлығын қарап шығыңыздар, егер де жазуларыңызды дұрыстағыларыңыз келсеңіздер. Сондықтан да бұл тоже өте маңызды. Үшінші қателік ол жазу түзу емес. Яғни әріптердің размерлері бірдей емес, әріптердің бойлары бірдей емес. Яғни бірыңғай емес, әртүрлі лесенсі қосып жазылған. Бұл да тоже бір қателік, өте жаман көрінеді. Егер де бірыңғай әріптер түзу жазылса, онда ол өте сүйкімді көрінеді. Міне тура екіншісі жазғандай. Енді келесі төртінші кеңесімізге көшейік. Яғни ол қателік емес, бұл енді кәдімгі кеңесім, ол әрдайым жаттық. Яғни сен жаттыға келе, осындай ең әдемі почерктің бірі боласың. Яғни ең күшті почеркі бар адам боласың. Сондықтан да әрдайым жаттық. Сонда әлемдегі ең әдемі почерк сенікі